Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Арал индустриялы-техникалық колледжі, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы мен Баймағанбетова Гүлбада Матығұлқызы. Сабақтың тақырыбы алғашқы ұстаз. Сабақтың негізгі мақсаты Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы жөнінен толық мағлұмат беру, шағын әңгіме шеберлігін таныту, ағартушылық қызметі жайында түсінік беру, білімгерлердің ойлау қабілетін, тіл мәдениетін дамыту, сауаттылыққа баулу, өзіндік талдау, жинақтау жасауға, өз ойын толық жеткізе білуге төселдіру, адамгершілікке, адалдыққа, білімге деген құштарлыққа тәрбиелеу, еңбек сүйгіштікке баулу. Ыбырай Алтынсарин туралы еске түсіру мақсатында математикалық ойын атты ой қозғау. Әкесі қайтыс болғанда Ыбырай неше жаста? Амалдарды орындау арқылы 3 жаста екендігін еске түсірді. 1850 жылы Орынбордағы неше жылдық қазақ-орыс мектебінде оқыды. 7 жылдық қазақ-орыс мектебінде оқыды. Ыбырай ашқан мектепте ең алғаш неше қазақ бала оқыды. Амалдарды орындау арқылы 14 бала оқығандығын еске түсіреміз. Ыбырай неше жасында қайтыс болды? 48 жасында қайтыс болды. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық деп жырлаған Ыбырай Алтынсарин халқымыздың әйгілі ағартушы ұстазы, тамаша тарихшысы, фольклоршы, этнограф ғалымы, исі қазақта алғаш шыққан тіл білімпазы, филологы. Осы күнгі әліпбимен жазылған тұңғыш оқулық хрестоматияның авторы. Ол 1841 жылы 20 қазанда қазіргі Қостанай облысының Алтынсарин ауданында дүниеге келген. Әкесі Алтынсары ауыл молдасының алдын көргені болмаса, басқадай оқу қумаған момын шаруа адам болған. Ол қайтыс болғанда Ыбырай 3 жаста болған екен. Осыдан кейін тәлім-тәрбиені атасы Балқожа Жаңбыршыұлынан алады. Балқожа Жаңбыршыұлы қазақ даласында әйгілі билердің бірі, ірі бай адам болған. Қыран ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді дана халық. Зеректе зерделі немересінің алғырлығын, қабілетін байқаған атасы оны 1850 жылы Орынбордағы қазақ-орыс мектебіне оқуға береді. Ыбырай 1857 жылы жазда мектепті үздік бітіріп шығып, халыққа қызмет етуді бастайды. Сөйтіп алдымен тілмашты қызметпен айналысқан ол 1860 жылы мектеп ашу мақсатымен Торғай қаласына келеді. Бірақ жергілікті органдардан көмек болмаған соң ұзаққа созылып кетеді. Соған қарамастан Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасы жайында әңгімелер жүргізіп, жұрттың ықыласын оқуға аудару үшін біраз балаларды өз үйінде оқытады. Арман еткен мектебі 1864 жылы Торғайда ашылады. Оған 14 бала кіреді. Ол мектептегі сабақ пен бүкіл тәрбие жұмысын ұйымдастырады. Ұстаз ел ішіндегі теңсіздікті, рухани қараңғылықты, сорақы қылықтарды аяусыз сынайды. Бұқара халықтың, еңбекші көпшіліктің мүддесін қорғап, жыртысын жыртады. Ыбырай Алтынсарин балаларға арнап қазақ хрестоматиясы оқулығын жазып, ол кітабы 1879 жылы Орынборда басылып шықты. Ол оқулығына жазған алғы сөзінде, бұл кітапты құрастырғанда мен біріншіден осы біздің ана тілімізде тұңғыш шыққалы отырған жалғыз кітаптың қазақ-орыс мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы бола алу жағын, сонымен қатар жалпы халықтың оқуына жарайтын кітап бола алу жағын көздедім, дейді. Осы мақсатпен автор хрестоматияға балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгімелер енгізеді. Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар өлеңдерімен ашады. Сондай-ақ Ыбырайды шағын әңгіме шебері дейміз. Еңбекті сүю, қадірлеу Ыбырай әңгімелерінің негізгі тақырыптарының бірі. Мысалы, бақша ағаштары, бай баласы мен шарлы баласы,
Өрмекші құмырсқа қарлығаш, әке мен бала, киіз үй мен ағаш үй, асыл шөп, қыпшақ Сейітқұл, тағы басқа әңгімелері осыған дәлел. Халық арасындағы әлеуметтік теңсіздікті, қарама-қайшылықты тудырып отырған билеушілерді, олардың мінез-құлқын, іс-әрекеттерін де сынға алған. Қазақ елінің кемел келешегін ойлап, рухани ағарту саласында қажымай қайрат танытқан ұлы кемеңгер, қазақтың тұңғыш ағартушы ұстазы, ақын әрі жазушы Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы небәрі 48 жасында ауыр науқастан қайтыс болады. Оның төсек тартып ұзақ ауырғанда орыс достарының оны дәрігерге қаратуы, қайтыс болғанда қоштасуға жан-жақтан ағылып келуі, оның өз достары арасында, халық арасында аса абыройлы болғандығын көреміз. Ильинский Қазан қаласында Ыбырай Алтынсарин туралы естегілер атты арнаулы кітап шығарады. Ыбырай Алтынсарин өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ халқының жаңа буынын тәрбиелеуге арнап, олардың озық мәдениетті елдерден үлгі ала отырып, білімді де сапалы азамат болып жетілуіне айтарлықтай үлес қосқан алғашқы ұстаз. Тапсырма: сюжетті суреттер. Мына суреттер қай әңгімедегі кейіпкерлер? Әңгімедегі түйінді айтыңыздар. Сиқырлы қоңырау сұрақтары арқылы сабақты бекіту. Бірінші сиқырлы қоңырау сұрағы. Ыбырай Алтынсарин әкесі қайтыс болғаннан кейін кімнің тәрбиесінде болады? Екінші сиқырлы қоңырау сұрағы. Ыбырай Алтынсарин қай жылы, қай жерде туылған? Үшінші сиқырлы қоңырау сұрағы. Ыбырай Алтынсарин жазған оқулықтың аты және ол қай жылы жарық көрді? Төртінші сиқырлы қоңырау сұрағы. Ыбырай шағын әңгіме шебері деп неліктен атаймыз? Бір шағын әңгімесінен үзінді айт. Ыбырайдың әлеуметтік теңсіздікті, қоғамдағы қарама-қайшылықты сынаған өлеңінен үзінді жатқа айт. Және соңғы сиқырлы қоңырау сұрағы. Ыбырайдың арман еткен мектебін қай жылы, қай қалада ашты? Бұл сұраққа жауап беру арқылы Ыбырайдың ашқан тұңғыш мектебін көреміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.